Чагла Бихрамның әкесін өлтірген мердан екенін білді. Доған Бихрамды ұрлап кетеді. Бихрамның адамдары дереу арттарына түседі. Алайда Доған айласын асырып жеткізбей қояды. Махинур ұзақ ойланып, анасының сөздерін еске алып есікті ашпай қояды. Доған Бихрамды Тахирді жаралаған жерге алып келеді. Және Доған Бихрамнан 25 жыл алдыңғы жағдай үшін кешірім сұрайды. Доған Бихрамның кінәсін мойындап мелекті шығаруын сұрайды. Ал Бихрам Тахирді ол жараламағанын, бірақ кім жаралағанын білетін. Бірақ оны тек бір жайдайда ғана айтатынын айтады. Ол Йылдыздың әкесі жасырған қораптағы құжаттар. Бұл құжаттарда Тахирдің нағыз қылмыстары әрі оның дәлелдері бар еді. Осылай екеуі келісіп сыртқа шығады. Бұл келісім екеуінің арасында қалып, Бихрам ол жерден кетеді. Гүлшан Сифаға не үшін Нургүлмен жүрсін деп сұрайды. Сифаре болғанын айтады. Чагла ашу үстінде Бихрамның офисіне келіп, бұлқан-талқанын шығарады. Бихрам сол кезде келіп Чагланы тоқтатып, болған жайтты түсіндірмекші болады. Чагла ашуланып, өзінің алданып қалғанына қынжылып тұр. Бихрам оған Йылдыздағы қара жәшікті алып келсем бар шындықты білесін деп сөз береді. Чагла ендігі Доғанмен жұмысын жалғастыруды ойлайды. Генджоға түрмеден Мелек қоңырау шалады. Мелекте де Генджоға деген кішкене қызығушылық пайда болғанын осы эпизодтан көре аламыз. Әрі Мелекті университетке емтиханға жіберуге рұқсат береді. Чагла бір өзі ойланып отқанда Доған оған қоңырау шалып іс бойынша ақпарат алады. Бихрамның офисіне бейтаныс адамдар келіп, Бихрамды бір адамға алып кетеді. Бұл меніңше бір күшті банданың бастығы. Бихрамның өзі оған бас иіп көлікке өз еркімен отырғанға қарасақ. Доған Йылдызды шақырып онымен жеке сөйлеседі. Ол әкесінен қалған қара жәшікті беруін сұрайды. Йылдыз оны жоққа шығарады. Өйткені ол Йылдыздың өзіне де керек еді. Тахирді жаралаған күнді еске алсақ. Йылдыз Тахирдан анасының қайда екенін айтуда сұрайды. Айтпаған жағдайда сол қара жәшіктегі ақпараттарды барлығына таратанын айтады. Осылайша Тахир екеуі өзара келісімге келеді. Сондықтан ол құжат Йылдыз үшін де өте маңызды. Ал Алтын Сифаның журналист досынан Дидем жайлы ақпарат жинауын сұрайды. Бихрамды діттеген жерге алып келеді. Генджо Чагланы өз туған қарындасыдай көреді. Қиын кезде оған келіп қолдау көрсетуде. Бұл сериалдағы ең жақсы персонаж осы Генджо десем қателеспес едім. Тек оның жолы кішкентай кезінен түрмеде өсіп Бихрам сияқты адамдармен байланысып қалғаны болмаса. Доған тәтесінен Йылдызды көндіруін сұрайды. Әрі 25 жылдан кейін алғаш рет өз анасын құшақтап ана деп айтады. Қандай жүректі тебірентетін сәт.